Екінті намазы. 4 рәкағат сүннет, 4 рәкағат парыз. Барлығы 8 рәкағат. Екінті намазының сүннетінің оқылуы. Бірінші рәкағат. Бірінші, ниет еттім Алла разылығы үшін екінті намазының сүннетін оқуға деп ниет етіледі. Аллаху акбар деп иftитах тәкбірін айтып, қол байлайды. Түрегеп тұрғанда рет-ретімен субханаха, аузы бисмиллах, Фатиха сүресі және бір сүре оқылады. Аллаху акбар деп рукуға барады. 3 рет субхана раббил азим дейді. Самиға Аллаху лиман хамидах деп тұрады. Толық тік тұрғаннан кейін Раббана ләкел хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге жығылады, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп отырады. Тағы да Аллаху акбар деп екінші рет сәждеге барып, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп екінші рет рәкағатта орнынан тұрып, қол байлайды. Екінші рәкағат. Тұрғанда рет-ретімен бисмиллах, Фатиха сүресі бір сүре оқылады. Аллаху акбар деп рукуға барады. 3 рет субхана раббил азим дейді. Самиға Аллаху лиман хамидах деп рукуғтан тұрып, денесін тіктеп тұрып, Раббана ләкел хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге жығылады, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп отырады. Тағы да Аллаху акбар деп екінші рет сәждеге барып, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп отырады. Отырғанда рет-ретімен аттахияту, Аллахумма салли, Аллахумма барик оқылады. Аллаху акбар деп 3-ші рет рәкағаттан орнынан тұрып, қол байлайды. 3-ші рәкағатта рет-ретімен субханаха, бисмиллах, Фатиха сүресі бір сүре Құраннан оқылады. Аллаху акбар деп рукуға барып, 3 рет субхана раббил азим дейді. Самиға Аллаху лиман хамидах деп тік тұрып, Раббана ләкел хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге жығылады, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп отырады. Тағы да Аллаху акбар деп екінші рет сәждеге барып, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп 4-ші рәкағатта барады. 4-ші рәкағатта тұрғанда рет-ретімен бисмиллах, Фатиха сүресі бір сүре оқылады. Аллаху акбар деп рукуға барады. 3 рет субхана раббил азим дейді. Самиға Аллаху лиман хамидах деп рукуғтан тұрып, денесін түзеп, Раббана ләкел хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге жығылып, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп отырады. Тағы да Аллаху акбар деп екінші рет сәждеге барып, 3 рет субхана раббил аъла дейді. Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп отырады. Отырған кезде рет-ретімен аттахияту, Аллахумма салли, Аллахумма барик, Раббана атина дұғаларын оқиды. Әуелі басын оң жаққа бұрып, Ассаламу алейхим ва рахматуллах дейді. Содан кейін солға бұрып, Ассаламу алейхим ва рахматуллах дейді. Бесін намазының 4 рәкағат алғашқы сүннеті мен екінті намазының 4 рәкағат сүннетінің арасындағы айырмашылық, бесінің алғашқы сүннеті муаккат сүннет. Мұның екінші рәкағатындағы отырыста тек қана аттахияту оқылады және 3-ші рәкағатта тұрған кезде бисмиллах, Фатиха және қосымша сүре оқылады. Екінтінің сүннеті
ғайри муаккат сүннет. Мұның екінші ракағатындағы отырыста аттахияту аллахумма салли аллахумма барик оқылады. Үшінші ракағатта тұрған кезде алдымен субханака оқылып, содан кейін әғузу бисмилламен фатиха және қосымша сүре оқылады. Екінші намазының парызының оқылуы хамад түсіріледі ерлер үшін. Ал екінші, ниет еттім Алла разылығы үшін бүгінгі екінші намазының парызын оқуға деп ниет етіледі. Үшінші, екінші намазының парызы тура бесін намазының 4 ракағаттық парызы сияқты оқылады. Айырмашылық тек ниет етуде ғана.